Дагыстан Республиканын Ноғай районунун Нариман ауылында ауыр мараздан Ноғай дестанларынын яюшы Абдулла Аблеметов дүниядан кешкен. РКС'нын бактысы акында Эмир Отивалиев эм Рабиат Кокован беруунде караңыз. Абдулла Аблеметовтың жашауы эм бактысы еңіл болмаған. Әлі бала шағында Абдулла бийикликтен йығылып, басын ауыртқан. Махачкалада, Краснодарда, Москвада баленше операцияларды өткен. Амма қасталы мараз егітке эк қолыма қаптырылып, көзлерін соқыр еткен. Абдулла адемлердің тек күлөткүлерін көрген. Ама сондай қиын әлде де ясадем түңгілмеген. Артын сыра өз болымлығын дінде тапқан. Он посещал медресе и изучал назму на своем родном языке. И нам с вами, дорогие братья и сестры, стоит благодарить Всевышнего Аллаха за те блага, которые мы имеем, и стараться придерживаться религии Всевышнего Аллаха. 10 жылға жуық заман Абдулла Аблеметов өз ауылының мешітінде муэдзин болған. Күнде де оның ярасқем күшлі дауазы минареттен сау ауылға яйылып, ямағатты 5 уақытлық намазға шақырып тұрған. Көзлері көрмеген еркісі есткен сол сәтлі яттан білген. Сондай әлде ол Құраннан баленше аятларды, мавлютларды, назымларды, дін дестанларын яттан үйренген. Сол себеплі бұл адам бізім дін маданиятты сақлауға икон себебін тидірген. Ауырдың ма атам деп қызық оқып сорады. Билал деген азаншы намаз вақты білдіріп, намаз етсін ямағат, құдіреті тайған деп. Алла, Алла, я Алла, 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 Мухаммад Расулуллах, Аллахумма салли ва саллим ва барик. Рабиат Кокова, Эмир Отивалиев, соң хабарлар Қараноғайдан.